Төрем ұқсас жаралса да қасқыр мен, ит боп жүрмін кездерімнен ес білген. Үрем, қабам, тырнайыммен ойланбай, араздасаң, маған тамақ берген тақсырмен. Өзім жайлы айтар болсам қысқаша, жұмысыма жұмсамаймын күштаса. Тамағым тоқ, үйшік, шынжыр, қарғыбау, қожайын көп босатпайды. Әлде қандай жағдайлар қыспаса. Кім ол? Кім ол? Шықпақ болған шеруге, дәті барған тақсырыма қарсы келуге, қожайынға адал болу менің ұлы міндетім. Жақындап көр, дайым болсаң өлуге. Қане, қайсың жедел қанға бояйын, талап жұлып көздеріңді жояйын. Қожайыным айтақтаса, кемпір мен шал, екі қабат қатын деп аямайын, бірден айтып қояйын. Кейбіреуге жақпаса да қылығым, жалау парыз қожайынның аяғын, искеу парыз шұлығын. Туыста жоқ, досым да жоқ жалғанда, мен итпін ғой, қызметтің құлымын. Бірақ менің қожайыным бір түрлі, ұнатады атақ мәнсәп жылтырды, ұнатады зәулім сарайды, ұнатады жап-жас сұлу сылқымды. Жақында біреу ұл туды, әрбір сөзі бір әдеби туынды, ұнатады тәтті тағам суыңды. Негіз оны бізде жақсы көреміз, бірақ біздің жейтініміз жуынды. Сонда да оны қорғайым мен, кездессе де жолдан оқ, бұйырсын ол айтақ, оңға, солға деп, жуындыға құл болдың деп, жазғырғандар жазғырсын, кейбіреуді ол да жоқ. Маңызды емес заңның ақ пен қарасы, ал мен өстіп күн көшемін шамасы. Өзім итпін, балам иттің баласы, ал атанам иттің ата анасы. Жетер енді, несін сөз созайын? Бұл әншейін ит пікірім, өз ойым. Тақсырыма адал болу жет атамнан аманат. Сен аман бол. Жысы, қожайын.